Ассалаумағалейкум қазақ елі достар. Біз бүгін трейдинг не? Біз одан қалай ақша табамыз? Оны қолдануға бола ма тапқан ақшамызды? Трейдинг туралы бүгін сабақ өтеміз. Қазақстанда трейдингті 10-15 мың адам іздеп, қыдырып, үйренгісі келіп жүрген екен. Біз бүгін трейдинг туралы үйретеміз. Және трейдингте қалай ақша табамыз, лот деген не, барлығын үйрететін боламын. Бүгін біз ютубқа қоятын боламыз. Ютубта біз сіздерден ешқандай ақша алмаймыз, және барлығы тегін болады. Барлығы айтқандай бізде подписация жасап қойыңыздар дейміз ең бірінші. Біз бүгін трейдингтің түрлері бар. Олар биржа түрлері. Ол фонд биржасы. Фонд биржасы бұл не? Фонд биржасы ол акциялар, облигациялар. Бір акцияның ең арзан кезінде сатып алып, қымбаттап жатқан кезінде сатып жіберу. Мысалы, қазір Тесла қазір қымбаттап жатыр. Сол Тесла акцияларын айтамыз. Еңбек биржасы. Бұл еңбек биржасы өзімізге тән механикалық жұмыс істеп жүреміз ғой өзіміз. Бұларға енді солар кіреді. Бұл бізге қатысты емес. Және товар биржасы. Қолымыздағы ноутбук, телефон, барлығы осы товар биржасы болып кіреді. Бізге қатысты ол Форекс биржасы. Форекс биржасында біз қалай ақша табамыз? Форекс биржасы не? Форекс биржасы 3-ке бөлінеді. Мажор. Яғни бұл қазір мына жерге қойған болатын. Мажор биржасы бұл кез келген екі параға доллар кіруі. Яғни мысалы Euro-USD дегендей, USD-CAD, әртүрлі паралар. Яғни кез келген екі параның біреуінде немесе екіншісінде доллар болуы, яғни USD. Бұл осы мажор деген осы. Кез келген екі параның біреуінде доллар болуы. Ал екіншісі кросс. Кросс бұл кез келген екі параның ішінде да доллар болмауы. Кез келген екі параға да доллар кірмейді. Яғни ол мына былай болады. Euro, JPY, CAD, әртүрлі параларда болады бұл. Бірақ барлығына USDT, яғни доллар кірмесе, ол кросс парасы болады. Одан кейінгісі металл. Металл бұл қазіргі мысалы алтын, әртүрлі темір, күміс дегендей болады. Бұл жерде айтатын болсақ, темір мен алтын мен доллар болып қалған ғой. Бұл жерде темір, яғни алтын да темірдің түрлеріне кіреді. Яғни алтын бұл жерде өзіміз ұстайтын ақша болмағандықтан ол металл деп табылады. Яғни металл парасы. Одан кейін бұл трейдинг әртүрлі 4-ке бөлінеді. Яғни біз бір позиция ашсақ, мысалы қазір 4 пара болады. Яғни бұл скалпинг. Бұл 1 секундтан бір күннің соңына дейінгі позиция ашқан болып табылады. Яғни 1 секундтан
бір күнге дейінгі аралық. Екіншісі day trading. Бұл жерде біз бір күннен бір аптаға дейінгі ұстап отырғанымызды айтады. Өзіміздің позициямызды ашып ұстап отырамыз. Екіншісі swing trader. Бұл бір аптадан бір айға дейінгі болады. Ал position бұл бір айдан кете береді. Әртүрлі өзіңіздің ұстап отырғанымызға қарай. Біз трейдингте көп адам кіреді бұған. Осыған мысалы алтынға банктер, университеттер, бізге ұқсаған жай адамдар да бұған кіреді. Көбіне банктер көп маржамен қылғандықтан осылай графикті жүргізіп отырады, және біз осылар банктермен бірге кірсек, біз ұтып шығамыз. Банктерге қарсы кірсек, біз ұтыламыз. Яғни ақшамыз слив болып кетеді. Слив деген не ол? Ақшамыздың жоқ болып кетуі. Так. Біз бұл жерде өзіміздің позициямызды ашсақ, егер де банкке қарсы ашсақ, мысалы мына жерде бай кіріп қалсақ, ол былай түсіп кетті ғой, ақшамыз жоқ болып, яғни слив болып кетеді. Яғни бұл жерде біз банктермен бірге кіруіміз керек. Банктер қай уақытта кіреді деулеріңіз мүмкін. Біз өзіміздің яғни стратегиямыз, өзіміздің біліміміз, ақылымыз бойынша кіретін боламыз. Яғни банктерде бір стратегияға байланысты кіреді. Осылай банктер, егер барлық банк кірсе, осылай бірден түсіп кетеді, немесе бірден шығып кетеді. Так, біз бұны қалай кіреміз бұл базарға деген сұрақтар туындаса, біз базарға прямой кіре алмаймыз қазір. Мынау базар. Біз прямой базарға кіре алмаймыз. Енді кіруге болады, бірақ бізге минимальный 4000-5000 доллар керек болады. Біз прямой базарға кірмейміз. Біз через брокер арқылы кіреміз. Мынау брокер. Через брокер кіреміз. Яғни через брокер кіреміз да. Ол бізді базарға кіргізеді. Яғни бұл жерде біз брокермен кірсек, мысалы $100 салсақ, оны базар өзінің есебіне алады да, яғни өте өзінің ақшасымен қосып сатып алады бізге де. Яғни мысалы сіздерге оңай тілмен көрсетсек, мысалы мектепті алатын болсақ, мынау біз, ал мынау мектеп. Біз мектептің буфеті, яғни асханасын алатын болсақ, біз оны прямой ала алмаймыз. Әр жылы тендер ойнатылады. Біз тендер арқылы алуымызға болады. Ұтып шықсақ аламыз, яғни. Бұл жерде енді прямой алсақ та болады, бірақ жоғарыда адамдарымыз болу керек. Үлкен адам болу керек. Яғни таныстарымызбен прямой алсақ болады. Базарда да дәл сондай болады. Біз прямой кіре алмаймыз. Через брокер арқылы кіреміз. Через брокер, яғни біз өзіміздің ақшамызды брокерге саламыз да, бұл жерден брокер біз базарға кіргізеді.
Базарға кіргізгеннен кейін біз өзіміздің ақшамызға сауда қыламыз. Так, сіздерге көрсетейін енді. Қазір міне, қазір алтынды айтатын болсақ, алтын бағасы қазір $4065 болады. Болып тұр. Дәл моментте қазір бүгін сенбі жексенбі болғандықтан график ешқайда қимылдамай тұр. Яғни біз бұған күнде кіре бермейміз. Базардың да өзінің істейтін кездері болады. Біз бұл жерде әйтеуір істей бермейміз. Әйтеуір анализ жасап кете бермейміз. Яғни ол жерде тек қана алтын емес, басқа да паралар жасап болады. Мысалы, биткоин дей салайық. Биткоин USDT. Қазірде бұл биткоин $87,000. Биткоин бұл сенбі жексенбіде ести береді. Қазір міне көрдіңіздер ма? Қазір трейдерлер сауда жасап жатыр, банктері сауда жасап жатыр. Осылай график арқылы қозғалып отырады. Так, бұл жерде біз пайға кірсек қазір. Бұл жерде біз екі позицияда аша аламыз. Buy или sell. Buy или sell. Біз бұл жерде қазір buy ашсақ, мына жерде мысалы buy ашқанымызда қазір мына жерге келіп өзіміздің пайдамызды алатын болады. Әрине өзіміз оны жаусақ, әрине. Так, біз бұл жерде ләж барынша ұзақ уақытқа сауда жасауымыз керек. Дәл мынандай қазір. Мысалы, мынау мен бұл жерде бір секундтан бір күнге дейінгі бұлар разгоншылар деп аталады. Разгондар. Мысалы, $100 қылсақ, $100 барлығын сол маржаға тығады және одан пайда алып 1 секундта ма, 4 секундта ма, 10 минутта ма, бұл өзінің пайдасын алып жауып кетеді. Бұл жерде енді 99% адам егер разгон қылса, ақшасын жоғалту ықтималдылығы бар. Тем более білімсіз адамдарға разгон қылмау керек. Енді өзінің шансына, жолына байланысты болып қалуы мүмкін енді анда-санда. Бірақ ол ойнайтын нәрсе емес. Ақшамызды жоғалтып қалуымыз мүмкін. Так, біз интернетте көріп жүрген шығармыз. 1 секундта немесе 1 күнде $100-дан $10,000, $100,000 жасадым дейді. Оның барлығы скалпинг болып табылады. Разгоншылар. Бұл жерде көп разгоншылар осылай айтады және көп адамдарды осылай тартады. Біз олардың біраз білімі бар болғандықтан, олар разгон қылуға жараса, өзінің артында ойлайды. Осыдан кейін мен қыла алам ба, қыла алмайым ба, ақшам жоғала ма, жоғалмай ма дегендей ар жағында кішкене ойлап қояды. Негізі разгон бұл өзіміздің ақшамызды керек емес ақша болса разгон қылуға болады. Мысалы, өзіміздің пайдамыздан кішкене көп тауып қойсақ, осылай разгон қылып пайдамызды тапсақ немесе қылсақ болады. Бірақ ақшаның жоғалту ықтималдылығы 99% болады. Swing трейдерге мысал келтіретін болсақ, қазір мысалы, міне
алтынға қайтадан кіретін болсақ, мына day trading, күндік трейдинг. Міне қазір мына жерде мысалы 21 августте $3235 болған. Біз осылай мысалы мына жерден позиция ашқанымызда, былай мына жерге ұстап отырғанымызда $4200 дейін ұстап отырғанымызда біраз пайдаға кенелетін едік. Яғни бұл жерде өзіміз пайда алсақ та болады. Мысалы көп адамдар мына жерінен жауып жібереді, немесе мына жерінен жауып жібереді. Бірақ өзіміздің нәпсімізге байланысты ұстап отыра берсек, ол түсіп кетуі мүмкін, немесе қайтадан өзінің пайдасына келіп қалуы мүмкін. Даже барынша өзіміздің ойымызға, анализімізге байланысты қыла беруіміз керек. Енді өзімде кішкене разгон қылып тұрам, бірақ қылмаймын емес, мойындаймын оны. Енді қазақпыз ғой, бәрібір тез пайда келіп қалса да деген ой болып қалады енді. Так, біз енді енді сіздерге лотты түсіндіріп кетейін. Біз базардан өзіміздің ақшамызға лот сатып аламыз. Так, лот. Мысалы, біз $100 қылсақ, $100 қазір мысалы 518 теңге десек, сонда 51.800 теңге. Біз 51.800 теңге салсақ, мысалы өзіміздің аккаунтымызға біз лот сатып аламыз. Ең минимальный лот ол 0.01 лот болып саналады. Бұл минимальный $2 құрайды. Біз кішкентай ғана маржадан көп пайда алуымыз керек. Яғни бұл жерде бір лот, сіздерге қайтадан түсіндіретін болсам, біз бұл базардан өзімізге керекті лот сатып аламыз. Яғни ең бірінші аккаунтымызды настройкалап барлығын қылып аламыз да, одан кейін аккаунт ашамыз. Аккаунт ашып болғаннан кейін депозит қыламыз. Депозит қылып болғаннан кейін осылай лот сатып аламыз. Лот сатып аламыз да, біз бұл жерде өзіміздің анализімізді жасап, қалай кетіп жатқанын анализ жасап, одан кейін лот сатып аламыз. Және ол лотты керекті бір пайдаға жеткеннен кейін жауып жібереміз. Яғни бұл жерде 0.01 лот примерно 300 пипс жүрсе, 300 пипс жүрсе, ол примерно 0.01 лот, ол қазір есептеп берейін сіздерге. 0.01 лот көбейтеміз. 300 пипс ол 30 деп есептейміз да.
және ол 0,3 көбейтеміз пунктпен есептеген кезде ол көбейтеміз 100-ге. және ол егерде 300 пипс жүрсе 0,01 яғни 0,03 лот ашсақ, ол $6. $6 біз $30 жасаймыз. $6 өлбелек, пайдасының өзі $30 болады. Бұл жерде ақша табу оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ ол өте қиын. Трейдинг саласы қиын сала. 90%-ға жуық адам бұл жерде өзінің ақшасын слив қылып алады, яғни жоқ қылып алады. Пипс деген не? Пипс бұл кез келген валютадағы 5-ші сан. Яғни мынау біріншісі 4, екіншісі 0, үшіншісі 6, төртіншісі 5, бесіншісі 0 болып тұр ғой қазір. Ол мысалы қазір осы жерден кірсек, осы жерден былай кірсек 85 пипс деген сөз. бұл мынау үтір сызғыштың өлшемі. бұл енді 8 сантиметр дегендей. бұл қазір 4065-те сатып алсақ, 4065-тен 4068-ге шықса, ол 3. ал мынаған пипспен есептесе 365-тен 368-ге шықты. 368-ден 365 азайтсақ 3-ті 10-ға көбейтеміз, яғни ол 30 пипс деп есептелінеді. Соны біліп алайық. Өзіміздің пайдамызды да барлығын есептеп жүруіміз керек. Енді басында солай есептеп, дисплантация қылып, барлығын өзіміздің мойнымызда қылуымыз керек. Өзіміздің қолымызда, болашағымызда барлығы өзіміздің қолымызда. Сондықтан біз барлығын өзіміздің ойлағанымыздай жасауымыз керек. Біз бұл ақшаларды қалай алып жатырық десек, біз өзіміз бірінші анализ қылып алдық, және осы жерден біз анализіміз арқылы өзіміздің пайдамызды аламыз. Мысалы, мына жерден алсақ, мына жерге келіп, оны жаусақ, мысалы есептейік, 3940 деп есептей салайық. 3940-тан 4240-қа, ол 200 бағанағыдай 10-ға көбейтеміз. Ол 2000 пипс. 2000 пипс ол 0,01 лотпен ашсақ, бағанағыдай 200 аламыз. Бірінші 200 көбейтілген 0,01 тең, ол 2. 2-ні қайттан көбейтеміз 100-ге, ол $200. $200. Егер $2 мына жерден позиция ашқанымызда, мына жерге кеп шапсақ, ол $200 пайда болатын еді. Әрине бұл трейдинг оңай сала емес, сразу үйреніп кететін сала емес. Сондықтан біз барынша сізге үйрететін боламыз. Бұл тегін, ютубта сақталады. Және бұл өзіміздің стратегиямыз, кейінгі сабақтарда барлығын алда үйрететін боламын. Бұл сайт, яғни бұл аккаунтты жоғалтып қоймауыңыз үшін тіркеліп қойыңыз дейміз.